Қазығұрт ауданында жыл өткен сайын халықтың әл-ауқаты жақсарып, түйткілді мәселелер шешімін табуда. Соның ішінде жол мәселесі де тұрақты назарда болып, әр жылы ауыл арасындағы ішкі көшелер асфальттанып жатыр. Жол қадірін жүрген білер демекші, бұдан біраз жыл бұрын аудан халқы жаңбырлы күні көшеде жүру мүмкін емес деп шағым айтатын. Ал қазір ондай әңгімелердің ауылы алыстады. Өйткені әр жылы ауылдарда 10-15 көшеге асфальт салынып, тұрғындар өз алғыстарын айтуда. Ауыл ел бесігі жобасы аясында 2020 жылы республикалық бюджеттен 859 миллион 33 мың теңгеге Қызылқия және Сарапхана елді мекендеріндегі 222 көшеге орта жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады дейді мамандар. Биылғы жылы ауыл ел бесігі жобасы аясында 22 көшеге 859 миллион теңге қаржы келіп, Қызылқия елді мекені толық бітіріп, Сарапхана елді мекені, екі елді мекеннің ішкі көшелерін бітіріп жатырмыз. Орта жөндеу жұмыстары 22 көшені. Сонымен қатар ауданымыздан 693 миллион теңге қаржы бөлініп, 2020-2021 жылғы өтпелі болып, 12 көшені істеп жатырмыз. Мына екі бұлайына көлденеңінен 3 көше бар, сол артты салып жатыр. Мына көшелер былтыр салынған ғой. Күнде шаң, тозаң, дұрыс болды ғой, халыққа да бәрі, өзімізге де бәріне. Құрылыс учаскесінің жалпы ұзындығы 1,8 шақырымнан асады. Көшедегі көлік жолдарына асфальт жамылғысын төсеумен қатар жолға жиек тастар салынады. Осыған дейін жергілікті тұрғындар шұрық-шұрық жолдардың азабын тартып келген. Бүгінде сол олқылықтардың орны толуда. Таған жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесінің қызметкерлері жолды жақсартуға өз үлестерін қосуда. Жол жөндеуге арналған техникалар саны жеткілікті. Негізгі мамандар болмаса, ауыл тұрғындары жұмыспен қамтылған. Соның арқасында жұмыс өнімділігі де артуда дейді. Бұл көшедегі орта жөндеу жұмыстары 2019 жылы басталған. Биыл 2020 жылы аяқталу керек. Бұл объекті былтыр жарты 40% объемын аяқтағанбыз, биыл 60% объемын аяқтаймыз. Аудандық бюджет есебінен 2020-2021 жылдарға аудан аумағында 13 ішкі көшеге және аудандық маңызы бар 2 жолға 693 миллион 84 мың теңге қаржы бөлініп, орта жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Өркен Мырзабек, Сапарбек Қалботаев, Нұрлан Алтынбек, жаңалықтар.